Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің кезекті сабағымыздың тақырыбы метаболизм түрлері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты метаболизмнің түрлерін анықтау. Зат алмасу үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңі заттардың организмге түсуі. Екінші кезеңі метаболизм. Үшінші кезеңі соңғы өнімдердің организмнен бөлініп шығарылуы. Метаболизм дегеніміз клетканың тіршілігін қамтамасыз ететін, организмде жүріп жатқан барлық химиялық процестердің жиынтығын атаймыз. Бұл организмнің тіршілік қабілетін сақтау және сыртқы ортамен қарым-қатынасын, организмге қоректік заттардың еніп, олармен ферменттер әсеріне ыдырауын, пайда болған жай заттардың клеткалар мен органдарға тасымалданып, олардың тотығуын, энергия бөліп шығуын, клетка құрамындағы түзілістердің биосинтезделуін және қорытылған өнімдердің организмнен бөлініп шығуын қамтамасыз етеді. Зат алмасу процесі метаболизм. Қоректік зат жасушаға түседі, керексіз зат жасушадан шығарылады. Метаболизм зат алмасу ұғымы, химиялық құрам бөліктердің алмасуын, сондай-ақ энергияны түрлетіп, өзара өзгертуді қамтиды. Метаболизмнің негізгі екі түрі бар: анаболизм және катаболизм. Анаболизм немесе пластикалық алмасу деп атаймыз. Кейде оны ассимиляция деп те атаймыз. Ассимиляция органикалық заттардың синтезі. Мысалы, фотосинтез үдерісінің барысында қанттардың синтезделуі. АТФ молекулалары ыдырайды. Катаболизм немесе энергетикалық алмасу деп атаймыз. Кейде диссимиляция деп те атаймыз. Диссимиляция органикалық заттардың ыдырауы. Энергия АТФ молекулалары түрінде синтезделеді. Бұл түзілген АТФ молекулалары ассимиляция үдерісінде жұмсалады. Сіздерге пластикалық алмасу және энергетикалық алмасу үдерісі берілген. Пластикалық алмасу үдерісінде жай молекулалар күрделі молекулаларға ыдырайды. Ал энергетикалық алмасу үдерісінде күрделі молекулалардың жай молекулаға ыдырауы бейнеленген. Заттардың алмасу үдерісі. Жүзеге асырылған схемасы. Заттардың алмасуын екіге бөлдік. Олар анаболизм және катаболизм. Негізгі энергия көздері анаболизм сіңіру, катаболизм түзу. Химиялық қосылыстар. Анаболизм қарапайым органикалық заттардан күрделі заттар синтездейді. Катаболизм күрделі органикалық заттар қарапайым заттарға дейін ыдырайды. Негізгі атқаратын міндеті анаболизм жасушаны құрылыс материалымен қамтамасыз ету, АТФ жұмсалады. Катаболизм жасушаны энергиямен қамтамасыз ету, АТФ түзіледі. Метаболизм негізгі атқаратын екі қызметі бар. Олар: бірінші, жасушаны құрылыс материалымен қамтамасыз етеді. Екінші қызметі жасушаны энергиямен қамтамасыз етеді. Оқушылар, бүгінгі тақырыбымызға сәйкес бейнетаспаға назар аударайық. Бейнетаспада зат алмасудың, яғни метаболизмнің жақсартатын әдістер берілген. Алдымен қара шоколад жеңіз. 70% шоколадтар стресстен арылуға көмектесетінін барлығы да біледі. Бірақ мұнымен шоколадтың қасиеті шектеліп қоймайды екен. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, егер күн сайын 40 граммнан асырмай шоколад жеп жүрсеңіз, 2 апта өткеннен кейін метаболизмді жақсартуға айтарлықтай әсер етеді екен. Нәтижесінде организм қабылдаған тағамдарды майға емес, энергияға алмастырады. Екінші, 10-15 минуттық жаттығудың өзі 1 сағаттық басқа да физикалық жаттығулардан гөрі әлде қайда зат алмасу процесін жақсартады. 20 рет жылдам отжимание жасаңыз. 20 секунд демалып алыңыз да қайтадан 20 рет жасаңыз. Секіргішпен максималды секіре алатын дәрежеге дейін секіріңіз. 15 секунд демалыңыз да қайтадан 4-5 рет жасаңыз. Аздаған уақыт жылдам түрде жаттығу жасау зат алмасу процесінің бірнеше сағатқа дейін жақсы қалыпта ұстап тұра алады. Терең демалыңыз. Кейде алдыңызда тұрған қаншама жұмыстарға қарап, бір терең демалып алғыңыз келеді. Және бұл дұрыс әдіс.
университеті ғалымдары зерттеуі бойынша ұйықтар алдын жеңіл желпі тамақтану зат алмасу процесін біршама жақсартады екен. 6. Ұйқыңыз толық болсын. Ұйқы жетіспеушілігі метаболизмнің баяу жүруіне әсер етеді. Сонымен қатар, толыққанды ұйықтамау тәбетіңіз бен энергияны да әлсіретеді. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабағымыз бойынша бекіту тапсырмаларын орындайық. Шарты анаболизм, катаболизмге қатысты белгілерді анықтау. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауапқа назар аударайық. Белгілері: жасушадағы маңызы, анаболизм жасушаны құрастыру, катаболизм энергияны жасау маңыздылығы болады. Энергия көзі: анаболизм сіңіру, катаболизм түзу. Қоректік заттар көзі: анаболизм сіңіреді, катаболизм ыдыратады. Жасушадағы орны: анаболизм рибосомаларда орналасады, катаболизм митохондрияда орналасады. Оқушылар, келесі екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырмада сіздерге сурет берілген. Сол суреттегі үдерісті түсіндіріп берсеңіздер. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауапқа назар аударайық. Бұл суретте сіздерге метаболизм үдерісі бейнеленген. Яғни бұл жерде жылу, қоректік заттар және метаболизм түрлері берілген. Бұл процесс қалай жүзеге асырылады? Ең бірінші, заттардың организмге түсу үдерісі жүргізіледі. Одан кейін метаболизм процесі, яғни түрлері анаболизм және катаболизмнің үдерісі жүзеге асырылады. Содан кейін барып, соңғы өнім организмнен бөлініп шығарылу процесі жүргізіледі. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.